Қайырлы күн, баршаңызға қалайсыздар? В общем, қазір Алматыға шығайын деп жатырмын жолға, Құдай қаласа. И Аямен қоштасып жатырмын. Қалай жағдай? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Ішің қалай? Ішің бөпе қалай бөпе? Бөпе қызы қалай жатыр, қызың? Что-то көп қимылдап жатыр, иә? Айгүлді қимай жіберіп жатырмыз енді. Бүгін қалды жем, кетем деп тұр енді. Ана Ая екен өзіміздің сумкамызға қарап жатыр ғой, короче. Бір тренд бар еді ғой. Сумкасында не бар екен, кәдімгідей маған қызық болып тұр. Бұл да маған айтады, сен сумкаңда не ұстайсың осы деп бірімізге көрсетпейміз ғой. Соны мен айтып отырмын, менде ештеңе жоқ. Ал сенде десем, что-то сумкасын бермей жатыр. Соған қызық болып тұр. Давай сумкасын көрейік, давай біз ашып көрсетеміз. Давай. Сен менікі, мен сенікі. Қорқпайсың ғой ішінде? Ештеңе жоқ қой. Мә, ойланып қалдым. Ойбай. Короче, қазір келесі сториста сумкасын көреміз. Не бар екен? Ал Ая. Кішкене қорқып тұрғаным бар енді. Сумканы тасыр бітсем. Дольче Габбана. Қаншаға алдың? Примерно 25 көлінен алғам. Сенің сөмкеңді мен ашайын. Мәссаған, мынаны қараңыздар. Ашып отыр. Нафаза осы үшін бар ғой, бұл күйеуімен бір қырылып алғаны бар еді. Сол кезде мен немене? Для изода арналғандары ғой. Екі болсаң. Көп ше бермесе. Осы енді. Көп ше. Наңғара. Наңғара. Бұны көрсетпей қоя саласың, ау. Ужас. Көрсетпей қойшы. Ужас. Көрсетпей қойшы, Айгүл. Нешін? Тез көрсеттім. Нешін қомнау? Жарайды болса. Нешін? Сол керек болып қалады енді. Не өпті? Так мынандай ғой ол нешін? Ой, денежке бар ғой. Аянда қай жағында тағы не бар? Болды, басқа тиындар бар, сырты болды. Анау не үшін? Кейін камераны өшірген соң айтып берсем бола ма деп. Ужас. Ал сен дайынсың ба сумкаңды көрсетуге? Ну, менікі, по идее, особо ештеңе жоқ деп қоясың. Болды, қазір көреміз. Бұл ұйқысы қанбай тұр, жатарымды. Ойбой, қыз Афганнан келген ба. Байқұс самокаттан бүгін жұмысқа барам деп құлап. Сонымен аяғына гипс салып отыр екен. Нағарса тізесін. Байқұс май. Дым жеген жоқсың. Жеп атсың ғой. Сен әкеп бергенен жеп жатырмай, тұрмай, дым жемей жатырмын ғой. Ас болсын. Рахмет. Тез жазылып кет енді. Жөнім. Болды, бәрі жақсы болады. Деп жылама енді болды. Көңілің басап отыр ма? Сөйтіп қарындасыма келіп қалып жағдайын біліп жатырмыз. Жағдайы жақсы. Солай, уайымдамаңыздар. В общем, сторисқа енші болатын, біраз болды шықпағалы. Короче, баяғыдай ше, тез сөйлеп сторисқа шығатындай болмай қалды. Сондай бала қарайсың, күржік тапқаласың деп жатыр. Осы менде ғана болғаны, жаңағыдай бір магазиннен кіріп заттар алып, ол магазиннен жоқ нәрсені екінші магазиннен кіріп алуға ұялатын. Как будто магазинге измена жасап қойғандай болсын да. Ұялып тұрасың ғой кіргеш. Білмеймін. Сол бізде жақта екі магазин бар, бір магазиннен кірем, бір нәрсе жоқ болса екінші магазин барам да, бірақ қолда заттар болса кіріп ұяласың. Либо ар жақтан алып бер жаққа келіп ұялып тұрасың, короче. Сондай. Ебать, мына букеттердің бәрі мусорға кетіп барады. Букет керек емес па? Болды, жабасыңыз онда. Yes, ақылсыз бәрін досым. Мына барсын. Мына не деген букет? Я талып тұрсын. Видеосъемка болды, короче. Ақыл кс катать етті. Не алды? Осыр жүрдің ме не? Сен бәрін басып тұрып. Неге? Табратки салып жібердің уже мен? Өзі бала жауап беріп отыр. Бізде қазбек деген басқа прикол еді негізі. Ана букеттер. Негізі жалқы е мусорға. Сол ақша ел. Просто салатын ыдыс жоқ, мусор кетіп барады. Жалпы біз ауылымызда атымын кімге ұқсасын деп қойдық, не үшін қойдық, соның барлығын жаңа
видеолар түсірдік. Ертең салатын боламыз. Бүгін бір керемет рилс бар, соны саламыз. Күтіңіздер. Қазір үйге кіреміз де сразу Wi-Fi-ға кіріп рилс салатын боламыз. Жатыр екен. Жоқ, 40-нан деген уже айтылып тұр ғой, 40 күн күту керек дегендей. Көбісі айтыпты, жоқ, 38 күнде, 39 күнде 40-на бір күн жетпей жатқан уақытта олды шығарасың, ал қызды 40 күннен асырып шығарасың деп. Одан кейін андай мысалдармен жіберді. Қызды 40 күннен асырсаң, яғни қалың мал көп болады, ал олды 40 күніне жеткізбей ертерек 40-нан шығаратын болсаң, онда қалың малды аз береді деймін, бірдеңе дейді. Енді барлығы өз несібесімен. Қазірден бастап біздің бала миллионер болады деп еркелетіп жатырмыз, бай болғыр деп жатырмыз. Бұйыртса енді қызды сондай бағалайтын бір еркекті тәрбиелейміз. Прям жақсы қарайтын қызға, алақанда ұстайтын, ред флаг демейтін, жасыл флаг деп сондай бір жігітті тәрбиелейміз. Бұйыртса қалың малын да жақсылап береміз деп отырық. Потом деген маған көбісі айтып жатыр, Диана, терле деп. Қазір маған қатты терлеуге болмайды. Консервативтілігі жазылғанша маған қазір енді часто душқа түсіп тұру керек, яғни ваннаға жатуға болмайды, баняға түсуге болмайды, бірақ енді үстімді шайынып тұру керек. И менде косметический шов болғаннан кейін ол өзіме өз жоқ болып кетті, сондықтан да жуынып ішімді кеп тұрып отыруым керек та. И пока что қазір маған қатты терлеуге болмайды. Бірақ после эпидуралки дейді ғой, кішкене қимылдасам, анау жата берсем спайка болып қалама деп қорқам да, ары бері жүруге тырысам, вот көп жүріп қойсам, енді артындағы сүйегімнің ауырғанын айта алмаймын. Отырсам опақ, тұрсам сабақ болып сүйіп жүрген жайым бар енді. В общем, оңай емес екен. Бір бала туамыз деп машинаның запчастына ұстап кішкене шашылып қалған жайымыз бар. Әйел 40 жанда. Вот именно, достар, мен вообще қарнымды мүлдем тырнамағам. Ой, сенім! Осы неге емсі де сүйіктамайды екен, деп ойланып қалым дашы. Вообще мен тырнамағам, қарнымды мүлдем 9 айға дейін. Даже бүйтіп те сыртынан болсын бүйтіп нетпеген, просто жай бүйтіп оқалап неткенім болмаса, так тырнамағам. Осы 9 айда бірден андай өзімен өзі жыртылып, солай қарным солай болып кетті.